Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2019 жылы жарық көрген «Мужчина в чемодане» деп аталатын қысқа метражды фильм туралы айтып беремін. Фильм басты кейіпкеріміздің әуежайда өзінің багажын күтіп тұрған жерден басталады. Оның сөмкесі басқалардың сөмкесіне қарағанда кешігіп ең соңында келеді. Бірақ бұл сөмке Джастиннің сөмкесіне ұқсайтын басқа біреудің сөмкесі болатын. Джастин мұны байқамай сөмкені алып үйіне қарай жол тартады. Жол бойында Джастин бірнеше күн алдын ұрсып қалған сүйіктісі Карлаға хабарласады. Бірақ Карла оның сөздерін тыңдағысы келмей қоңырауды сөндіріп тастайды. Сөмкемен бірге үйге келген Джастин сүйіктісінің әлдеқашан үйден кетіп қалғанын және де үйдің барлық жерінің шашылып жатқанын көреді. Джастин қолына темекісін алып диванда кино көріп отырады. Жолдан қатты шаршаған жігіттің көзі ілініп кетеді. Осы сәтте үйдің ішінде басқа бір адамның дыбысы естіледі. Бұл дыбыстан оянып кеткен Джастин үйдің ішін тексеріп шығады, бірақ үйдің ішінен ешқандай бөтен адамды таппайды. Сәлден кейін көмек сұрап жатқан адамның дыбысы тағы да естіледі. Бұл дыбыстың сөмкеден шығып жатқанын түсінген Джастин сөмкесін ашуға қатты қорқады. Әйтсе де ол сөмкені ашпақшы болады. Сөмкені ашқан сәтте сөмкенің ішінде денесі бүктеліп жатқан адамды көріп қорқып кетеді. Сөмкенің ішіндегі бұл адам тірі еді және де Джастиннен өзінің басын жөндеп жіберуін сұрайды. Джастин өзін қорғаған жағдайда бұл адамның басын жөндеп қоюына көмектеседі. Сөмкедегі адам Джастинге оған ешқандай зиянын тигізбейтінін айтып, оны тыныштандырады. Джастин бұл адамға көмектесу мақсатында полицияға және ауруханаға хабарласпақшы болады. Бірақ адам Джастинді бұл ойынан қайтарып сөмкеден шығу үшін өзінің көмектесуін сұрайды. Джастин адамды сөмкеден шығаруға кірісіп кетеді. Осы сәтте адам қатты ауырсынуды сезінеді. Осы сәтте адамның аузынан алтын тиын ұшып шығады. Джастин адамнан бұл жағдайдың қалай болғанын сұрайды. Адам Джастинге жауап ретінде, егер оның денесінде қатты ауырсыну сезінетін болса, аузынан алтын тиындар шығатынын айтады. Және де егер де Джастин оған сөмкеден шығуға көмектесетін болса, оны да байлыққа бөлейтінін айтады. Бұл адамның сөздеріне сенбеген Джастин оны сөмкеден шығармастан алдын оның сөздерінің қаншалықты шынайы екенін тексеріп көрмекші болады. Ол бұл тиындардың шынайы алтын екенін тексерту үшін зергерге барады. Зергер бұл тиындардың шынайы әрі қымбат екенін айтады. Бұл тиындардың әрбіреуінің бағасы $275 тұрады. Мұны естіген Джастин болған жағдайлардың барлығын өзінің жақын досы Алекске айтып береді. Сонымен қатар ол сөмкедегі адам және тиындарды қайдан алғанын түсіндіреді. Мұны естіген Алекс досын әзілдесіп жатыр деп ойлайды. Осыдан кейін сөздерінің қаншалықты шынайы екенін дәлелдеу үшін Джастин досын үйіне шақырады. Досымен бірге үйге келген Джастин үйден бұрынғы сүйіктісі Карланың шығып келе жатқанын көреді. Қалған заттарын алып кетуге келген Карла Джастинді қаншер деп айыптайды және де чемоданда жатқан өлі адамды көргенін айтады. Джастин өзінің кінәсіз екенін дәлелдеу үшін Карланы да үйге алып кіреді. Алекс пен Карла да сөмкедегі адамды алғаш көрген сәтте қатты қорқып кетеді. Және де Карла да адамды сөмкеден шығармақшы болады. Қатты ауырсынудың кезінен адамның аузынан тағы да алтын тиын ұшып шығады. Бұл жағдайды көрген Алекс пен Карланың арам ойлары жүзеге шыға бастайды. Алдағы уақытта олар бұл адамды қолданып миллионер болу жоспарын құрады. Әрбір алтын тиын үшін сөмкедегі адамның қиналатынын естіген Джастин сүйіктісі мен досына қарсылық көрсетеді. Бірақ байып кету мақсатында сүйіктісімен айырылысқан Карла онымен тағы да қосылғысы келетінін айтады. Осы сәтте Алекс сөмкені үйдің баспалдағынан төменге қарай итеріп жібереді. Сөмкедегі адамның қиналуы барысында пайда болған бір топ алтын сөмкенің ішінен жерге төгіліп қалады. Осылайша Алекс, Карла және Джастин сөмкедегі адамды түрлі жолдармен қинап, нәтижесінде шексіз байлыққа ие бола бастайды. Бірнеше күн ішінде нәпсілерін тие алмаған жастар бұл адамды одан әрі қинауды жалғастыра береді. Өзіне керекті ақшаларды жинап алған Карла Джастиннің досы Алекс пен өзінің сүйіктісінің көзіне шөп
салады. Керегінен артық байып кеткен Карла мен Алекс одан да көп ақша алғысы келіп, сөмкедегі адамды электр тоғымен қинауды бастайды. Бұл қатыгездікке шыдай алмаған Джастин тез арада мұның барлығын тоқтатуды, әйтпесе адамның өліп кетуі мүмкін екенін айтады. Джастин болған жағдайлардың барлығын полицияға хабарлауға шешім қабылдайды. Оны бұл жолдан қайтару үшін Карла мен Алекс Джастинге қатты соққы беріп, оны есінен тандырып тастайды. Осылайша байлық пен ақша нәпсілерін жаулап алған Карла мен Алекс сөмкедегі адамды одан бетер қинауға кіріседі. Содан кейін барлық ақшаны жинап, өздері Парижге қашып кету жоспарын құра бастайды. Осы сәтте сөмкедегі адам алтын шығаруын тоқтатып, жайлап мақлұққа айнала бастайды. Осы жағдайдың өзінде байлық үшін нәпсісін тия алмаған Карла мен Алекс қинауды одан әрі қарай жалғастыра береді. Және де нәтижесінде сөмкедегі адам жауыз мақлұққа айналады. Мақлұққа айналған адам өзін қинағандардан кек алу үшін өзінің орнына сөмкеге Карла мен Алексті салып қояды. Ертеңіне ауыр жарақат алған Джастин ауруханада есін жияды. Және де үстел үстінде сөмкедегі адамның жазып кеткен хатын көреді. Хатта Джастинге денсаулық тілеп, қиын жағдайда оған үнемі көмектесуге дайын екені жазылған болатын. Фильмнің соңында сөмкедегі адамның Түркияға жол тартып бара жатқанын және де сөмкедегі Алекс пен Карланы өзімен бірге алып кетіп бара жатқанын көруге болады. Ендігіде Алекс пен Карланы да өздері жасаған ауыртпалықтар күтіп тұрған еді. Достар, осымен фильм аяқталды. Бұл фильмнен өздеріңізге керекті ой-пікірді қалыптастырасыздар деген үміттеміз. Біреудің қиналғанының арқасынан келетін ақша мен байлықтың ешқашан берекелі болмайтынын естен шығармаңыздар. Ендеше осындай тәрбиелік мағынадағы кинолардың көбірек шығуына үлес қосу үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.